Армысыздар, қадірменді қауым. Бүгін сіздерге магнитті жолдардың болашақта тиер пайдасын туралы айтып беремін. Мысалға алсақ, жаңағыдай асфальтты біз әр жыл сайын қаншама қаражат бөлінеді ауыстыру үшін. Өздеріңіз түсініп отқандай, Қазақстан жолдары өте қиын проблемалардың бірі деп ойлаймын. Сол проблеманы қалай шешуге болады? Мысалға, мына ЛРТ-да магнитті тақталар бар. Негізі магнев дейді, сол плиталарды жаңағындай астына салады, электромагнитті тартым болу үшін. Сондай тақталарды магниттік қарапайым жолдарға, мына асфальт төсейтін жолдарға төсеп, асфальттың орнына. Және жаңағындай бәр жерде сондай орнатса. Ол әрине басында ол қымбатқа түседі, оның жаңағындай өндіру жағы және оны қондыру сондай жолдарға. Бірақ бұл жаңағындай бір 20-30 жылға жолды мынандай ауыстыру жағын, шығындалу жағын, қаражат бөлу жағын азайтады. Неге десеңіз, бұл тек қана магнитпен жүретін жолдар болады. Және бұл жолдармен қарапайым жеңіл көлікпен пойыз болсын, жаңағындай метро болсын, бәрі жүре алады. Енді бұл ғылыми фантастика сияқты көрінеді былай, бірақ оның бәрі кейін болашақта жүзеге асады деп мен өзім солай пайымдаймын. Бұл тек қана мысалға көріп отқандай жаңағындай мынандай жай қарапайым жолмен ғана емес, бұл жерде мынандай жеке үйлердің өздеріне де ауласына кіретіндей жаңағындай магниттік жолдар орнатылады. Және бұл енді бұдан да масқара көрінетін шығар, бірақ тұрғын үйлердің қабырғасына мынандай жолдар кетеді, магниттік. Вертикальды, мынау мысалға қазір көріп отқан горизонталь ғой, жаңағындай пәс. Мына жердегі жаңағындай не көрсетіп отқаным, бұл вертикальды жол. Сіз көріп отқандай, бұл ғимарат зданияның жаңағындай жанында салынады, осындай қабырғаларға орнатылады осындай жолдар. Бұл әр тұрғынның, мысалға, әр қабаттағы өзінің несі гаражы болады, әр үйіндегі жанында. Енді бұл кішкентай көрсеткенім ғой, негізі бұл әр тұрғын үй дәу болады, өзінің жаңағындай пәтердің жаңағындай гаражымен. Ешқандай паркинг керек жоқ болады, астында паркинг іздеуде керек жоқ болады. Мысалға, мына қарапайым жолмен былай жүрген кезде, осы магнитпен өстіп жоғары қарай, астқа қарай, жаңағындай үйіне былай кірді, гаражға алып қойды, болды. Сол сияқты. Бұл әрине бір қиял ғажайып нәрсе сияқты көрінеді, бірақ сенбесеңіз де болашағы зор деп ойлаймын. Соған қарай осы магнитпен жүретін машиналарды болады. Олар бензинсіз, ештеңе мынандай сутегі болсын, көмір қышқыл газында болсын, ештеңеде жүрмейді, тек қана осы магнитпен ғана жүреді. Назар аударғандарыңызға рахмет.